todo y que te haga daño es. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¡Daniela! ¿Qué te pasa? Міне, неге енді ешқашан шардың ішіндегі гелиді жұтпау керек екенін білесіздер. Жақында TikTokта бір қыздың видеосы вирусқа айналды. Онда қыз шардан гелиді жұтып, даусын күлкілі қылмақшы болды. Әуелде бәрі қалжың сияқты көрінгенмен, бірнеше секундтан кейін оның беті көгере бастайды. Қыз демала алмай қалады және құлай жаздайды. Артында тұрған кіші сіңлісі бұның бәрі қалжың деп ойлайды. Тіпті видеоны көрген адамдар да күліп жазба қалдырған. Ал олар бұл қыздың сол сәтте өмірден айырылып қала жаздағанын білмеген. Мәселе мынада, гелиді жұтқанда сіз өкпеңізден оттегін шығарып тастайсыз. Соның салдарынан миға қажетті оттегі жетпей қалады. Ал бұл бірнеше секундтың ішінде ең жаман жағдайға әкелуі мүмкін. Бұндай оқиғалар бұған дейін де болған. Бірақ одан да қорқыныштысы, бұл видеодан кейін көп жасөспірімдер бұны қайталап келеді. Кейбіреуі бұны дауысын өзгерту үшін жасайды, ал кейбірі тіпті басқа қауіпті газдарды да қолданады. Қорытынды біреу, сізге күлкілі болып көрінген нәрсе әп-сәтте нағыз қорқынышты нәрсеге алып келуі мүмкін. Сондықтан бұл видеоны ескерту ретінде қабылдаңыздар. Міндетті түрде видеоны сақтап, достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Себебі мен видеоларым бір күні сіздің өміріңізді сақтап қалуы мүмкін. Сіздермен бірге болған қызықтар, барлықтарыңызға рахмет.